Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен энергетикалық объектілерді модельдеу пәні бойынша кіріспе сабағын өтетін боламыз. Энергетикалық объектілерді модельдеу пәні ол электроэнергетика мамандығы білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді дайындаудың базалық пәндер цикліне кіреді. Пәннің мақсаты студенттерге энергетикалық объектілерді, яғни жабдықтарды, техникалық процестерді және оларды жабдықтарды және басқару жүйелерінің математикалық модельдеу саласындағы мағлұматтар беру. Пәннің міндеттері: модельдеудің практикалық есептерінің қойылымы және оларды шешу әдістерін үйрету, модельдеуге арналған бастапқы ақпараттық деректерді жинау және талдауды үйрету, Electronics Workbench, MATLAB сияқты заманауи бағдарламалық құралдарды қолданып энергетикалық объектілерді модельдеу және есептеу. Сонымен қатар модельдеу нәтижелерін талдау, нақтылы техникалық шешімдерді негіздеу және қабылдау болып табылады. Осы пәнді оқыту кезінде біз келесі тақырыптарды қарастыратын боламыз. Яғни математикалық модельдеудің теориялық негіздері, математикалық модельдердің жіктелуі, энергия көздерін модельдеу, энергетиканың объектілерін, процестерін және басқару жүйелерінің математикалық модельдерін құруды, энергетикалық объектілерді басқару негіздері, басқару жүйелерінің математикалық модельдерін әзірлеу, сонымен қатар энергетикалық объектілерді модельдеудегі компьютерлік және ақпараттық технологияларды қарастыратын боламыз. Жалпы бүгін кіріспе сабақ. Бүгін біз басқару объектісін модельдеу ұғымы, яғни модельдеу түрлерін қарастыратын боламыз. Модель дегеніміз нақты объектінің, яғни түпнұсқалық объектіні зерттеу барысында оны алмастыратын және оның зерттеу үшін маңызды типтік ерекшеліктерін сақтайтын материалдық немесе ақыл объектісін айтамыз модельдеу. Модельдеу ол модельдерді жасауға және қолдануға негізделген зерттеу әдісі. Негізі модельдеудің практикалық мәні мынада: нақты объектілерді, яғни түпнұсқалық объектілерді зерттеуден гөрі олардың модельдерін зерттеу ыңғайлы болып келеді. Тіпті кейбір жағдайларда объектілерді олардың модельдері арқылы ғана зерттейді. Және де модельдеу зерттелетін объекттің немесе құбылыстың маңызды факторларын ғана анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан ол түпнұсқаны терең зерттеуге мүмкіндік береді. Модельді құру кезінде жүргізілген зерттеу үшін ең маңызды факторлар ғана ескеріледі. Модельді пайдалану кезінде келесі мәселелерге қол жеткізуге болады. Яғни нақты объектінің қалай жұмыс істейтінін, оның құрылымы, қасиеттері, даму заңдылықтары және қоршаған ортамен әрекеттесуін, объектіні басқаруды үйрену, берілген мақсатқа басқарудың ең жақсы тиімді тәсілін таңдауды үйрену, объектіге берілген тәсілдерді іске асырудың тікелей және жанама әсерлерін болжау. Объектінің моделін жасау үшін, құру үшін, яғни тиімді модель алу үшін осы модель бірнеше қасиетке ие болу керек. Адекваттылық, қарапайым болу керек, әмбебаптылық, үнемділік. Яғни адекваттылық деп тұрғанымыз ол модельдің объектіге сәйкестік дәрежесі. Яғни сол адекваттылық қасиет және қарапайым
әмбебаптылықтан бірінші ымыралы шешімді аламыз. Әмбебаптылық дегеніміз бұл мысалы модельді тек қана бір ғана объектіге емес, бірнеше объектіге талдау жүргізуге және де кең тапсырмалы кең тапсырмаларда қолдануға жарамды болу керек. Үнемділік дегеніміз мысалы бұл жерде аз уақытты қажет ететін және де модельді жасап шығуға қолданылатын барлық ресурстар саны жатады. Осыдан екінші ымыралы шешімді аламыз. Егер модельде осы қасиеттердің барлығы болса, ол типті модель болады. Модель түрлері. Жалпы модельді шартты түрде материалдық және идеалдық деп екіге бөлуге болады. Материалдық дегеніміз олар заттық модельдер. Идеалдық дегеніміз олар ақыл-ой модель. Материалдық модельге физикалық объектілер жатады. Ал идеалдық модельдерге математикалық, графикалық, кибернетикалық, имитациялық модельдерді жатқызамыз. Жалпы біз осы пәнді оқыту кезінде тек қана математикалық модельдерге ғана көңіл бөлетін боламыз. Тек математикалық модельдерді ғана қарастыратын боламыз. Дегенмен физикалық модельдеу дегеніміз не дегенге тоқталып өтейік. Физикалық модельдеу зерттелінетін объектінің бірдей физикалық табиғаты бар, модельді қолдануға негізделген әртүрлі физикалық объектілерді және құбылыстарды эксперименттік зерттеу әдісі. Бұл әдісте құбылыстың немесе объектінің зертханалық физикалық моделін кішірейтілген масштабта ғана жасайды және осы модельде эксперименттер жүргізіледі. Осы жүргізілген эксперименттерден алынған тұжырымдар және деректер содан кейін құбылысқа нақты масштабта қолданылады. Физикалық модельдердің кемшілігі, яғни зерттелінетін процестің параметрлері өзгеретін болса, онда жаңадан модельді жасауға тура келеді. Яғни бұл өте көп уақытты қажет етеді және де қосымша шығындарға алып келеді. Және де сонымен қатар күрделі объектілердің модельдерінің құны салыстырмалы түрде жоғары болады. Математикалық модельдеу, яғни әртүрлі зерттеу есептерін шешу үшін объектінің қасиеттерін математика тілінде сипаттауға мүмкіндік береді. Математикалық модельдерді теориялық түрде физика заңдылықтарынан алынуы мүмкін. Физикалық заңдылықтардың негізінде объектінің моделін құруда көбінесе бірінші және екінші реттік дифференциалдық теңдеулер жүйесін аламыз. Математикалық модельдердің бір қатар артықшылықтары бар. Яғни математикалық модельде тиімді технологиялық режимді немесе уақыт пен материалдық ресурстардың ең аз шығындарымен барынша сенімді болжамды іздеу мақсатында бір қатар эксперименттерді жылдам жүргізу мүмкіндігі бар. Модельде тиімді режимдер тексеру үшін іс жүзінде мүмкін емес пайдалану шарттарын белгілеу мүмкіндігі. Әзірленген әдістемелері бойынша математикалық модель технологиялық процесті жүргізудің тиімді шарттарын жылдам табуға мүмкіндік береді. Енді мысал ретінде тұрақты тоқтың электр қозғалтқышының математикалық моделін механика және электротехника заңдылықтар негізінде құруды қарастырайық. Бұл жерде біз объект ретінде, яғни тұрақты тоқтың электр қозғалтқышын аламыз. Оның кіріс шамасы зәкірдің кернеуі болады, шығыс шамасы біліктің айналу бұрышы болады. Жалпы кез келген математикалық модельді құрудың алдында объектінің қалай жұмыс істейтінін білуіміз керек, содан бастауымыз керек.
Мысалы, мына жерде электр қозғалтқыштың электр схемасы көрсетілген. Мысалы, электр қозғалтқыштың кірісіне кернеу келіп түскен кезде электр қозғалтқыштың білігі айналады. Яғни, егер кернеу тұрақты болса, онда оның айналудың бұрыштық жылдамдығы тұрақты болады, ал айналу бұрышы бір қалыпты өсетін болады. Кернеу қаншалықты көп болса, білік соншалықты тез айналады. Егер біз қозғалтқышқа жүктеме қосатын болсақ, онда айналу жылдамдығы жаңа мәнге дейін бір қалыпта азаяды. Мұнда қозғалтқыштың айналу моменті жүктеменің моментіне тең болады. Осы екі момент тең болса, айналу жылдамдығы тұрақты болады және оның тумысы нөлге тең. Енді осы айтылғандардың барлығын математика тілінде сипаттайық. Айналудың бұрыштық жылдамдығы, яғни біліктің айналу бұрышының туындысы ретінде мына формула бойынша есептеледі. Механикада айнымалы қозғалыс мына формула бойынша, айнымалы қозғалыстың теңдеуі мына формула бойынша жазылады. Мұндағы mt ол айналдыру моменті, nh жүктеме моменті, G зәкір мен жүктеменің инерциясының қосынды моменті. Енді мынау электротехника заңдылықтарына өтейік. Біздің жағдайда nt ол момент, қозғалтқыштың электромагниттік моменті, ол мына төмендегі формула бойынша анықталады. Cn коэффициент, F қоздыру орамы тудыратын магнит ағыны, ит зәкірдің тоғы. Ол зәкірдің тоғын мына жерде көрсетілген формула бойынша табуға болады. Бұл жерде Е ол зәкірдің электр қозғауыш күші, R зәкір тізбегінің кедергісі. Электр қозғауыш күшін мына жерде көрсетілген формула бойынша табуға болады. Осылайша К1-ді Cm, F және К2-ні C омега F деп белгілеу арқылы осы жоғарыда көрсетілген теңдеулердің барлығынан тұрақты токтың электр қозғалтқышының математикалық моделінің теңдеулер жүйесі түрінде жазуға болады. Яғни біз қозғалтқыштың математикалық моделін төмендегі теңдеулер жүйесінде алдық. Мұнда осы сабақты оқыту барысында қолданылатын негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі көрсетілген. Сау болыңыздар.